Ассалаумағалейкум достар. Алдағы демалыс күндері болатын Абу-Дабиде өтетін UFC 308 турнирінің басты екі жекпе-жегін бүгін талқылап көрейік. Өткенде Мықтыбек Оралбайұлының жекпе-жегін талқылап көрдік. Енді міне басты екі айқасқа қатысты өзімнің бір айтарым бар. Соны ортаға сала отырайын. Сіздер де комментарийде қапы қалмаңыздар, өз ойларыңызды жаза отырыңыздар. Міндетті түрде егер менің шығармашылығым ұнап жатса, онда дәл осы YouTube каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сосын дәл осы видеоның астына мен өзімнің әлеуметтік желідегі, телеграмдағы парақшаларыма сілтемелерді қалдырамын. Әсіресе телеграмда мен MMA жайлы жиі кейбір жаңалықтарға қатысты өз ойларымды жаза отырамын. Сондықтан телеграм, инстаграмға да жазуларыңызға болады. Ал UFC 308 турниріне келетін болсақ, комейн эвенттен бастайық. Онда орта салмақтағы бір маңызды жекпе-жектердің бірі, жалпы UFC ростері үшін, өткені болашақ чемпиондыққа үміткер, чемпиондық белбеуге үміткер анықталуы мүмкін. Бұл Роберт Уитакер мен Хамзат Чимаев арасындағы жекпе-жек. Барлығы бір ауыздан Хамзат үшін бұл үлкен бір тексеріс болмақ деп айтып отыр. Шынымен де Гилберт Бернс тұтты, Камар Усман тұтты, бірақ соған қарамастан әлі де бір Чимаевқа қатысты нақты сұрақ алмаған сияқты, нақты жауап алмаған сияқтымыз. Бұл кім, қаншалықты қауіпті деген сияқты. Шынымен деңгейі чемпиондарға жете ме деген сияқты ойлар әлі де бар, сұрақтар әлі де бар. Сондықтан дәл осы Уитакерге қарсы жекпе-жектен кейін біз біраз сұрақтарға жауап алатын сияқтымыз. Онда Уитакерден бастайық. Жас үлкен болғаннан кейін, аутсайдер болғаннан кейін, өйткені басым көпшілігі фаворит деп Хамзат Чимаевты танып отыр. Роберт Уитакер енді барыңызға мәлім, кезінде чемпион болған. Адесанияға қарсы жекпе-жекте чемпиондық белбеуден айырылды. Одан кейін реванш болды, өздеріңіз білесіздер. Стиліне келетін болсақ, өте әмбебап жігіт. Мүмкін біреу білетін шығар, біреу білмейтін шығар. Австралияның чемпионы болған еркін күрестен. Еркін күрес державасы емес, әрине, бірақ дегенмен MMA үшін жеткілікті. Одан бөлек ADCC-ден де Азия Океания чемпионы болып, әлем чемпионатына қатысқан да бар, Жапонияда, қателеспесем. Бұл не үшін айтып отырмын? Күрес деңгейі жалпы жаман емес, MMA-ге жеткілікті. Ал негізгі профилі, бағыты бұл әрине соққы, аяқта тұрып айқасу, яғни ударка. Бұған келетін болсақ, базасы карате, және каратені MMA-ге жақсы бейімдеген бірден байқалып отыр. Әсіресе мына каратенің қимылдау, бұрыштарды кесу деген сияқты, жылдам арақашық түзіп жақындау, жылдам кетіп қалу, шабуыл алаңынан, рваный стиль деп атайды бұны орыс тілінде, яғни қарқынды бүйтіп бірде көтереді, бірде төмендеп жүретін сондай бір қасиеті бар да. Бұндай қасиетке енді көп спортшылар талай жылдар бойы қол жеткізе алмай жүр. Ал бұл түсінуімше бір сол бала кезінен бар ма, әлде бір каратеден қалғаны ма, әйтеуір сондай бір қасиеті бар, ерекше. Одан тағы да не айтамыз? Ең алдымен бокс, өте жақсы бокс, және өте қарапайым бокс. Ең алдымен түсінікті қарапайым бокс. Бұл джеб және 1-2, двоечка былайша айтқанда, жап-жақсы жасайтын. Сосын тағы бір ерекшелігі, бұл оң қолмен соққы ұрғаннан кейін оң аяқтан бірден хай-кик салып жүретін бір қасиеті бар. Бұны да көп көре бермейміз. Ең алғашқылары болып, мен байқағаным әйтеуір, ең алғашқылардың бірі болып, дәл осы Роберт Уитакер бұндай әдісті қолданып жүрді. Алдың қолды өте төмен ұстайды, жалпы қолдарын төмен ұстайтын спортшы. Және бұл менің ойымша әдейі жасалынатын дүние, күрестен қорғану үшін, яғни қолың, яғни дене қимылдар арқылы соққыдан қорғанса, кейде қойып қалады, иықты қояды. Мына жерде түрмен тұрған қол, алдың қол тіпті төмен, жамбастың деңгейіне дейін түсіп кетеді. Бұл күрестен қорғануға жақсы мүмкіншілік береді, яғни дер кезінде қолды қолтықтың астына салып, мойынға салып үлгеріп жатады. Сондай бір ерекшелігі бар. Жалпы қазір енді Роберт Уитакердің бабы жайлы айту қиын. Өйткені талай жекпе-жектерде болды, нокаутта болды. Әрбір екінші жекпе-жегінде нокдаундарға түсіп жатады. Мысалы, Пауло Костаға қарсы, Даррен Тиллге қарсы жекпе-жектерде біраз соққы өткізіп алған болатын. Дюплесиге қарсы көрдіңіздер. Соңғы екі жекпе-жегінде енді білмеймін. Жап-жақсы келе жатыр. Тіпті 7 жыл бойы ешкімді мерзімнен бұрын ұтпаймын. 2017 жыл соңғы рет Жакаре Соузаны ұтқан мерзімнен бұрын техникалық нокаутпен. Соңғы жекпе-жегінде Алискеровты нокаутқа жіберді.
Сондықтан нақты бір жауап жоқ та, шынымен де қазір бабының қандай шағында, әлі де жоғары деңгейде ме, шарықтаған шағында ма, әлде төмендей бастады ма деген сияқты бір тұрақты нақты жауап жоқ. Бірақ қалай дегенмен бұл жекпе-жектердің, нокаут, нокдаундардың бір жиналып барып кері әсер беретін қасиеті бар. Міне, қазір біз түйіндеп алдық. Роберт Уитакер осындай күйде қазір. Одан кейін барып оның қарсыласына келейік. Хамзат Чимаев бұл әрине былайша айтқанда антагонист, қарсылас. Өйткені бұл ең алдымен күресетін адам, күреске ден қоятын адам, және де өте жақсы күресте қысым көрсете алатын адам, яғни кеңістік бермейді, және де былай тек қана еркін күрес емес, шынымен де грэплингтің әдіс тәсілдерін, тек қана керек дүниелерді ғана бейімдеген өте жақсы еркін күрес пен грэплингтің былай қосындысы, синтезі. Одан кейін тағы не? Чимаевтың жағында бұл әрине антропометрия. Шынымен де екеуі де кезінде 77-тен бастаған болатын, бірақ Чимаев жекпе-жектердің басым бөлігін қалай деймін, орта салмақта өткізген адам, және антропометриясы орта салмаққа жақсы келеді. Салмақты да Роберт Уитакерден көбірек қуады, және бойда 4-5 сантиметр болса, бойда ұзынырақ, қолда ұзынырақ, бұл өте маңызды факторлар. Күреспен дәл осы антропометрияны қоюға болатын шығар. Және үшінші фактор ретінде, мысалы, Чимаевтың мықты жағы ретінде бұл ауыр соққыны атауға болады. Өздеріңіз білесіздер, сол Алискеров болсын, баяғыда айтқан, мынау Мершерт дегенде UFC-де небір 17 секундта құлатып тастаған болатын, соққылар ауыр. Сосын бұдан кейін одан бөлек басқа жекпе-жектерінде бәлкім байқаған боласыздар, джеб ауыр. Алдын қолын бүйтіп түрте салғанның өзінде де қарсыластарды есеңгіретіп құлатып жатқаны бар. Сондықтан бұл Уитакер үшін бір шынымен де үлкен проблемаға айналуы мүмкін, егер джебті тоқтата алмай жатса. Оған апарып күресті қосыңыздар. Чимаевтың кері тартпа, яғни минустары қандай? Бұл ең алдымен біз барлығымыз түсініп отырмыз, бұл функционалдық дайындығы. Қаншалықты функционалдық дайындығы 5 раундқа жеткілікті. Өйткені 3 раундта көрдік. Кім Бернс болсын, Камару болсын, бұларға қарсы біраз қиналып қалды. Бұл 3 раундтық жекпе-жектер. Ал Роберт Уитакер деген бұл 5 раундтарды пәленбайын көріп бастаған, бұның барлығын үйреніп алған, бейімделіп алған. 5 раунд жалпы керемет бір кардио машина болмаса да, Уитакер 5 раундта өзін өте жақсы сезінеді. Сондықтан бұл жағынан әрине 5 раунд болғаны Роберт Уитакерге ұтымды, бірақ Чимаев алдағы уақытта чемпиондық жекпе-жекке таласам десе, қалайды ма, қаламайды ма, 5 раундтық жекпе-жекті өз басынан өткізу керек. Бұл да өте бір маңызды тәжірибе. Чемпиондық жекпе-жек қарсаңында тіпті өте маңызды ең бірінші рөлде тұрған маңыздылығы бойынша фактор деп болатын шығар 5 раундты көру. Одан кейін жаңағы функционалдық дайындығын айтып кеттік, және күресте тағы бір ерекшелік, Хамзат Чимаевтың күресін тоқтату өте қиын. Байқасаңыздар, аяққа өткен кезде былай тым төмен кіреді біріншіден, ондай әдісте, ондай төмен проходтарға мысалы қолмен, нетземен қарасалу өте қиын. Екіншіден, бұл кірген кезде былай мынандай бір траекториямен кіреді, былай тікелей кірмейді, былай кішкене закручивать етеді, былай кішкене айналып кіретін сияқты да, және ұстап алу өте қиын. Сондай бір стилінің ең бір ерекшелігі бар. Мен байқаған техникасын алып қарайтын болсақ, мен байқағандардың арасында ең ыңғайсыз осы бір аяққа өту әдісі да. Бір өзге қарасаң, бір қарапайым еркін күрестер жасап жатқан аяққа өту сияқты, бірақ бұны тоқтату өте қиын, тым төмен кіреді. Сондықтан бұл жағынан өте қызық болады. Яғни қараңыздар, Уитакер күрестен жақсы қорғанады. Біз бұны мысалы Ромероға қарсы жекпе-жекте әсіресе байқадық. Күресте жалпы хабары бар спортшы, сондықтан бұл тұста да біраз қиыншылықтар болуы мүмкін. Құлатқанның өзінде де Уитакер қайрадан қайта аяққа тұрудың амалын тауып, Чимаевты шашатып тастауы мүмкін. Қалай дегенмен әлі де Хамзат мен функционалдық дайындығының реттемеген болу керек. Бұл тіпті мәселе функционалдық дайындықта емес сияқты, менің ойымша бұл денсаулығында бір гәп болу керек. Мысалы, естеріңізде ме, кезінде Забит Магомедшариповте дәл осындай жағдайға тап болды, тез өшіп қала береді. Ол біріншіден стилі, түсінікті, энергияны көп қажет ететін. Хамзаттың да стилі сондай. Магомед Забиттің де стилі сондай да, көп энергияны қажет етеді.
Оған қоса міне денсаулығында бір сыр бар, соның кесірінен тез шаршап қалып жатады. Егер былай жекпе-жекке келетін болсақ, менің ойымша шамамен осындай нәтиже болуы мүмкін. Жекпе-жек тіпті 5 раундқа созылуы әбден ықтимал. Соған ұқсайтын да сияқты, менің ойымша 5 раундқа созылады бұл жекпе-жек. Және егер бұлай раунд бойынша алатын болсақ, алғашқы 1-2 раундта Чимаев өте қауіпті болады. Тіпті тейкдаун жасап, Роберт Уитакерді мерзімінен бұрын жеңіске жетуге жақын қалуы мүмкін, бірақ уақыт өткен сайын қарқыны бәсеңдей бастайды. Ал Уитакер керісінше қарқыны әр раунд сайын өсе береді. Әсіресе 4-3 раундқа келген кезде толықтай Роберт Уитакер ашылатын сияқты болып көрінеді. Жалпы әрине түсінікті, Чимаев әлдеқайда жас, нокауттарды болмаған. Стилін алатын болсаңыз, стилі ыңғайсыз, оған осы ауыр соққысы бар. Бұл жерде Чимаевтың жағында аргумент көп, шыны керек, бірақ дәл осы функционалдық дайындық менің ойымша шешуші рөл атқарады. Және IQ, әрине тәжірибе, бұл да өте маңызды факторлар. Бұл тұсқа келетін болсақ, Роберт Уитакердің және де өзі бұл жекпе-жекті сұрағанын ұмытпаңыздар. Бірінші рет болмай қалды, одан кейін екінші рет маған Қайраттың Қамзатты беріңіздер деп өзі сұрап тұр. Демек, Уитакердің де бір іштей бір ойлағаны бар. Осы факторларды ескере отыра, сәл басымдықты мен андердог Роберт Уитакерге беріп отырмын. Төрешілердің шешімімен, тіпті төрешілердің шешімі 2-ге бөлініп, австралиялық жігіт жеңіске жетеді деген ойдамын. Осы айқасқа қатысты өз ойларыңызды айтып отырыңыздар. Ал біз ары қарай жылжиық. Басты жекпе-жек келетін болсақ, 66 келі салмақ дәрежесінде бізде жаңа чемпион пайда болуы мүмкін. Бұрынғы чемпион титулын алғаш рет қорғап шығады. Макс Холлоуейдан бастайық онда, бірақ қараңыздар, қазір стилдің сипаттамасы бұрын Макс Холлоуей жайлы мен бір статистика жазып алғам, әдейі соны айта кетейін. 29 жекпе-жек өткізген, осы уақытқа дейін UFC-де 22-сінде жеңген, 7-інде ұтылған. Міне енді тыңдаңыздар. 1379 соққы бастан тиген. Макс Холлоуейдің басына тиген. 2223 соққы жалпы, егер денеге, бүйірге тиген, аяқтан тиген, дәл тиген, нақты тиген ауыр соққылар. Жай жеңіл жеп емес, дәл осы ауыр, кәдімгі зақым келтіретін соққыларды айтып отырмыз біз. Міне 2300-ге жуық соққы жалпы 29 жекпе-жектің ішінде. Міне енді қызық осы жерде басталады. Бірде-бірі техникалық нокаут, не нокаутпен ұтылмаған. UFC-де болсын, UFC-ге дейін болсын, оған дейін кикбоксингте жекпе-жектер бар әуесқой. Біреуінде де не нокаут, не техникалық нокаутта болмаған. Сосын мынадай фактор бар, тағы да қызықты фактор ретінде айтып отырайын. Конор Макгрегор кезінде 66 келі салмақта атой салып жүрген кезде 7 жекпе-жек өткізді UFC-де. 6 қарсыласын UFC-де техникалық болсын, әлде нокаутпен болсын ұтты. Олардың ішінде Пария бар, Альдо бар деген сияқты, Брандау бар. Бірақ тек қана Макс Холлоуейді ғана мерзімінен бұрын ұта алмаған, 3 раунд бойы қатысып шықты. Міне осындай бір қызықты факт. Бұны не үшін айтып отырғанын түсініп отырған боларсыздар. Ал енді Макс Холлоуейдің стиліне келейік. Стиль әрине бұл аяқта тұру айқасу, кикбоксинг, өздеріңіз түсініп отырсыздар. Және ең бастысы бұл футворк. Одан бөлек Макс Холлоуей бұл әрине былайша айтқанда темповик, қарқынды көтеріп отыратын, әрдайым өте жоғары қарқынды, тіпті керек десең 5 раунд ұстай алатын спортшы, және өзінің мықты жағын білет, және оны қалай қолдану керек екенін білет. Енді міне қараңыздар, не мерзімінен бұрын техникалық нокаутпен, не нокаутпен ұтылмаған деп айттым. Сонда қараңыздар, жай ғана былай бір соққымен естен тандырып ешкім ұта алмаған, ол бір бөлек. Күресетіндердің өздері тіпті оны құлатып, жерге жатқызып, үстіне шығып техникалық нокаутпен жеңе алмаған төмпештеп, яғни партерде ұстау қиын. Міне мен соған алып келе жатырмын. Тейкдаун жасағанның өзінде де соққы жасап, үстінде отырып, біреу төмпештеп жатқанын көрмейсіздер. Өйткені күрестен қорғану тәсілі өте жоғары. Дәл осы үшін қазір айтып отырмын. Одан бөлек бірнеше сондай мықты тұстарын жазып алдым. Бұл 5 раундтық спортшы, өздеріңіз білесіздер. Соңғы жекпе-жегінде BMF титулына ие болды. 5-ші раундтың аяқталуына небәрі 1-2 секунд қалғанда ғана нокаут жасады. Оған дейін ұтып келе жатты енді Джастин Гейджді. Бірақ жалпы 5 раундтарда өзін әлдеқайда жақсы сезінеді, және 5 раундтарда бір ентігіп әрең демалып отырғанын көрмейсіздер.
Одан кейін оның қарсыласына келейік онда. Илья Тапурия жеңілмеген 15-0, UFC-де 7-0, соңғы жекпе-жегінде Волкановский ұтып кетті. Айтпақшы мына жерде кейбір адамдар мынандай бір треугольник жасауы мүмкін, иә, үшбұрыш былайша айтқанда Бойцовский. Өйткені мысалы Волкановский 3 рет Макс Холлоуэйді ұтты. Тапурия Волкановскийді құлатып бастады. Демек, логика бойынша Тапурия Макс Холлоуэйдің тасталқанын шығару керек. Бірақ бұл ММА, бұл жекпе-жек, бұл жерде ондай логика жүрмейді. Өйткені өте бір қарапайым сөз бар. Жекпе-жек әлемде жекпе-жектерді жасайтын стильдер, яғни стильге көп нәрсе байланысты. Бір спортшының стилі біреуге келуі мүмкін, біреуге ыңғайсыз болып шығуы мүмкін деген сияқты. Одан бөлек Волкановский қандай күйде болғанын ұмытпаңыздар. Ол нокауттан кейін шыққан адам, дұрыс дайындалмаған адам, өзі де мойындаған, тіпті ішімдікке де салынып кеткені бар. Яғни жекпе-жектердің арасы да қысқа болды. Сондықтан шынымен де Волкановский бұл жерде бабында болған жоқ. Енді жекпе-жек қабылдады, шықты, ол өзінің кінәсі. Бірақ факт сондай бар, нокауттан кейін шыққан адамды екінші рет нокаутқа жіберді. Өздеріңіз барлығын түсініп отырсыздар. Ал Макс Холлоуэй менің ойымша стиль жағынан Волкановскийге қарағанда Тапурияға ыңғайсыз болады. Өйткені бұл өте көп қимылдайтын адам, қашықтықты сақтай алатын адам, және қолмен көп соққы жасайтын адам, бүйірден бастан тоқтамай. Бізде Волкановский бұл көбінесе комбинировать ететін адам, яғни соққы, күрес, аяқ, қол, эталдармен жұмыс жасайтын адам. Ал Холлоуэй ол қолмен тек қана жүріп алуы мүмкін, анда-санда аяқты қосады, әсіресе соңғы жекпе-жектерінде аяқпен соққы көп жасай бастады. Сосын бір тұста ұстап қалу қиын. Байқасаңыздар, Тапурияның әсіресе техникалық нокауттары барлығы тордың қасында. Оның стилінің ерекшелігі осы, ол кішкене дене шынықтырғыштай, бой аласа, ол барып қолын жоғары ұстап, мынандай бір қимылдардың арқасында жақындап, арағаш түзіп, торға қарай жақындатады да, енді торға тірелген кезде барып соққыларды жаудырады. Әсіресе мына оң қолмен кросс, қолының сыртынан Волкановскийге қарсы өтті. Оған дейінгі жекпе-жектерді, UFC-ге дейінгі жекпе-жектерінде көрсеңіздер, құлатпағанның өзінде де өте ауыр соққы екені көрініп тұр. Холлоуэй өзін бұл жерде ұстата қою екіталай. Холлоуэйді былай апарып торға тіреу өте қиын болады. Өйткені футворк деген шынымен де масқара. Аяқта қимылдау, мысалы UFC-дегі шынымен де қазір ең үздік боксшылардың қатарында деуге болады Макс Холлоуэй. Сосын мен жоғарыда статистика не үшін келтірдім. Бастан тек қана 1400-ге жуық соққы алып, бірде-бір рет нокдаунда болмаған адам. Сондықтан Тапурия бұл жерде кәдімгідей бір мерзімнен бұрын ұтады дегенге сене қоймаймын, шыны керек. Ал қиындықтың бәрі осы тұста басталуы мүмкін, өйткені Тапурияның функционалдық тұрғыдан әлі біз толықтай тексерген жоқпыз. Эмметке қарсы 5 раундта көрдік, бірақ Эммет бұл Холлоуэй сияқты жоғары темп ұсына алатын адам емес. Ал Макс Холлоуэй бізде бірінші раундтан бастап қарқынды көтеріп, қалған раундтар бір қарқында жүре беруі мүмкін. Қызықтың бәрі сонда басталады. Тапурия сөзсіз күресіп көреді, күресте өз бағын іздеуге тырысады. Әсіресе қолмен соққылар жетпей жатса, міндетті түрде күреске баратын болады. Ал тейкдаундардан 83%-нан қорғанатын біріншіден, екіншіден өзін партерде ұстатпайтын адамға қарсы өте қиын болады. Бұл әрине көп энергия күшті қажет ететін дүние, қарсыласты құлату, оны жерде ұстау деген сияқты. Сондықтан 5 раундтарды көп көрмеген Тапурия менің ойымша функционалдық тұрғыдан бұл жекпе-жекке бұндай қарқынға, жекпе-жек емес, бұндай қарқынға, Макс Холлоуэй ұсынған қарқынға дайын болмай шығуы мүмкін. Макс Холлоуэй қарсы бұл жерде не бар? Бір фактор бар. Ма жоқ па, біз оны жекпе-жек барысында ғана білеміз, бұл салмақ қуу. Соңғы жекпе-жегінде 70 келі салмақта шықты естеріңізде болса. Енді міне өткен жылдың тамызында соңғы рет 66-та шыққан адам. Қазір қайрадан өз салмағын оралу керек. Жалпы былай салмақтан салмаққа секіру бұл спортшыларға көбінесе кері әсер етеді. Волкановский дәлел соған, жалпы ондай мысалдар көп. Егер ақтарып қарайтын болсаңыздар, салмақтан салмаққа секіре беру оң нәтиже беріп жатқан спортшыларды көп көрмейсіздер. Салмақ қалай қуады, қалай қалпына келеді, сол факторлар әсер етуі мүмкін. Өйткені қалай дегенмен
басқа салмақта бағын сынап көрген спортшы соңғы жекпе-жектерінде 66-ын жасамағаннан біраз болды, осы тұстан біраз қиналып қалуы мүмкін. Сондайлар бар. Ал жалпы сайып келгенде мен бұл жерде тағы да аутсайдерге басымдылық берейін деп отырмын. Енді шыны керек, Уитакер болсын, Макс Холлоуэй болсын, бұлар маған ұнайтын спортшылар, стильдері ұнайтын, адам ретінде ұнайтын спортшылар. Сондықтан бұл жерде мен субъективті болмауым да мүмкін, бірақ міне бұл спортшылардың осылай жеңіске деген кілті шамамен осындай болады деп есептеп отырмын. Әрине түсініп отырмын, Чимаев болсын, Тапурия болсын, бұл әлдеқайда жас, бабының шарықтаған шағындағы спортшылар, сондықтан бұлар жеңіске жету екіталай, және бұлардың фаворит болуы орынды. Фаворит болуы орынды, және де жеңіске деген бұлардың да инструменттері бар. Бірақ қалай дегенмен бір көзге қарағанда бұлар фаворит, бірақ сәл қопаратын болсақ, осындай факторлар көп, және осы факторлар менің ойымша дәл осы жекпе-жектерде маңызды рөл ойнайды, шешуші рөл ойнайды деп есептеймін. Сондықтан Макс Холлоуэйге сәл басымдылық берем. Бұл жекпе-жекте мерзімнен бұрын жеңіс болады деп күтпеймін. Бұл жекпе-жекте 5 раундқа жалғасады. 5 раундтың қорытындысы бойынша Холлоуэй жеңіске жету керек деп есептеймін. Қорытынды осындай, сайып келгенде. Өз ойларыңызды жаза отырыңыздар. Қызық болса менің ютубыма қош келдіңіздер, жазылып отырыңыздар, өз пікірлерін жаза отырыңыздар, менің әлеуметтік желілеріме де қосылыңыздар. Осы видеоның астында сілтемесін қалдырамын. Болды, рахмет, сау болыңыздар.